қағаздан жасалатынын айтып едіңіз ғой. Иә, қағаз ағаштан жасалады. Қатты қағазды жасау үшін бірнеше ағаштар кесіліп, өңделіп, содан кейін ғана қатты қағаз жасалады. Сол қатты қағазды ағаштарды кеспей жасауға бола ма? Дұрыс айтасың, Айкөркем, өте орынды сұрақ қойып тұрсың. Қатты қағазды ағаштарды кеспей ақ та жасауға болады. Ол үшін бізге ескі қағаздар керек. Ескі қағаздарды өңдеу арқылы біз қатты қағаз жасауға қол жеткіземіз. Ең алдымен біз не істейміз? Ескі қағаздарды ұсақтаймыз. Қолмен ұсақтауға болады, немесе қайшымен ұсақтауға болады. Қағаздарды майдалап ұсақтап ыдысқа саламыз алдымен. Енді ұсақталған қағаздың үстіне су құямыз. Дұрыс. Енді бұл ұсақталып су құйылған қағазды бірнеше уақытқа жібітіп қоямыз, жұмсарып тұру үшін жібітіп қоямыз. Бізде алдын ала су құйылып жұмсарып тұрған қағаздар бар. Бұл қағазды алып біз енді блендерға саламыз. Айкөркем, міне жібіген қағазды біз енді блендерға саламыз. Қауіпсіздік шарасы үшін пышағын қоямыз. Айкөркем, қара, бізде не пайда болды? Қоймалжың зат пайда болды, Иә. Ыдысқа салып ала ғой. Қағаз сумен араласып, ұсақталып, осындай қоймалжың зат пайда болды. Енді не істейміз, Айкөркем? Жаңа қоймалжың затымызды енді біз сүзгіге саламыз. Айкөркем, байқадың ба, біз сүзгіні теріс қаратып қойдық. Не үшін теріс қараттық? Ол тез кебу үшін. Суы тез кебу үшін. Тегістеп болып, бұны кептіруге қоямыз. Енді мына таяқшаға осы қоймалжың қағазды орау арқылы біз тағы не жасауымызға болады? Моншақтар жасауымызға болады екен. Кәнекей, жасай ғой. Дөңгелек пішінді қатты қағазы пайда болды. Дұрыс, дөңгелек пішінді қатты қағазымыз пайда болды. Бұндай қатты қағазды біз балабақшамызда не үшін пайдаланып жатырмыз, Айкөркем? Сәндік бұйымдар састап жатырмыз. Осыны біз өзіміздің балабақшамызды безендіруге қолданып жүрміз. Кепкен моншақтарыңды не істедің сен? Жіпке тізіп. Әдемі моншақ жасап алдың, Иә. Кәнекей, моншағың ұнай ма саған? Маған қатты ұнады. Ескі қағазды өңдеу арқылы осы бұйымдарды жасап алдық. Ал қағаздар неден жасалады екен? Қағаздар ағаштан жасалатынын білдік, Орманымыздың, планетамыздың өкпесі. Орманда жануарлар, құстар, аңдар мекендейді. Бір тал кессең, 10 тал ек деген қазақ даналығы бар. Біз ешқайда бармай, балабақшамызда отырып, ескі қағаздарды өңдеу арқылы өзімізге керекті қатты қағаздарды жасап алдық. Жасыл болашаққа бір қадам.